Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге 230 кесет сайты және Мота Қазақстан, Инста, TikTok, YouTube парақшасы штоңғалық мотоциклдерге қазақша таныстырымыз дейтін боламыз. Бізде қазіргі таңда трициклдердің штоңғалық трициклдер жатады, енді тілден өсіп жатасамыз. Штоңғалық деп айтайық қазақшасы. Штоңғалық бензинмен, яғни бензин мотормен екі түрлі бар бізде. Біреуі самосвал өздеріңіз көріп тұрғандай көтеретін. Енді біреусі бортпен, жаңағы. Бұл көтермейді, қолмен көтересіз бұны. Бұл да бензинмен. Сосын автошасы бұлай үлкен тағы бір түрі бар, электрмен бұлар. Қалаға, жаңағы жазғы жерге арналған 5 аккумуляторлармен. Осылардың таныстырымын жасайтын болам. Бортын көтергенде осындай болады бәрі міне. Борттарын көтерген кезде міне. Кәдімгідей 1 метр 50 ма, 1 метр 60 ма сондай биікте көтереді. Менің бойым 1 метр 70. Мен бойымнан да биік шығып тұр бұл. Қараңыздар міне. Яғни 1 метр 70-тен биік көтереді екен. Бірінші мына самосвалдан бастауыма тура келіп тұр. Сатылымы өте көп, жақсы сұранысқа ие. Соның борты жайлы айтайық, борттан бастайық. Борты бұлай ұзындығы 1,20. Көлденең ұзындығы, бұлай ұзындығы 1,70 бұныкі. Енді мына жағымызда жаңағы бортпен тұратын. Бұл ең биік көтереді екен. Бұл 1,70 көтерілді. Ал мынау 1,50 ма сондай көтерілді. Мына жақтағы сары самосвал өзі көтеретін. Военный свет дейді, әскери түс. Мына жаңағы бортпен. Борттарын айта кетейін. Мынаның борты бұлай үлкендігі 1,20, ұзындығы 2 метр. Ұзындығы 2 метр. Мынау енді үлкен. Бұлай 1 метр 40, ұзындығы 2 метр. Электр трициклдікі. Қазір бәрінің астаушыларын түсіремін. Сосын ары қарай жалғастырамыз. Міне әскери түсіміздің алдыңғы дизайны осындай. Мына жерде жаңа дизайны желден қорғайтын защиталары бар. Жаңа аударып қойған жағдайда дизайны қысып қалмайтындай үлкен защиталары бар. Не кәдімгі қолмен ұстағанда осындай. Машина бірдеңеге соғылсаңыз да дизайны мықты қорғайды. Одан құдай сақтасын енді. Дегенмен техника болғаннан кейін ондай жағдай болады. Онда қауіпсіздіктерге арналған жабдықтаулар болу керек. Ал балшыққа темір амортизаторлары кәдімгі қытайский трициклдерге арналған амортизатор.
біріне келеді бұлар. Бұл жағынан запчасы оңай табылады бұның. Жерге қос сыртынан тағы осындай пружина орналастырған және амортизатордың ішінде де сондай жұмсарту механизмі қарастырылған. Фарлары LED. Мыналар енді әдеттегі поворотниктар. Әдеттегі лампочкалар қоя салған. Үлкен пар LED. Доңғалақтың размері 512, дискіміз 12, покрышкада 12 деген сөз, ал покрышканың үлкендігі 500. Өте дәу протекторлар бар, кәдімгідей үлкен протекторлар бар. Алдыңғы торымыз барабан торымыз, яғни барабан головкалары бар. Шеуінде борттың астын түсіндіре кетейін. Борттың астында кардан тұр. Карданмен істейді бұл. Сосын кейін карданның жанында мына көтергішті механизмі орналастырған. Мына жағында көтергіштің майы қойылған. Ана шлангілері жанында тұрған. Сосын аккумуляторда осы борттың астына орналастырған. Бұл борт военный светтегі өзі көтеретін доңғалақтың бортының асты. Енді мына жаңа өзі көтермейтін бортпен ғана жабдықталған трициклдің бортының астын түсірейік. Бұда аккумулятор қойылған және кардан. Және пайдамдардан шыққандарда күшін күшейтетін. Мұндай тежеуіштің есі қойылған. Одан кейін проводтары бар. Артық тормозды басқан кезде артқы шырақ жанады. Ал енді мына электр трициклдің бортының атын айтып кетейік. Бұда енді біткен жан жүйесі бұның борттың астына жатыр. Компьютері, 5 аккумуляторы бәрі осының астында. Қазір бәрінің бортын түсірем. Сосын бір-бірден видео таныстырымын ары қарай жалғастыратын боламыз. Бағаларын айтпадың, бүйтпедің, сөйтпедің деп ренжімеңіздер. Бізде сайт және Instagram парақшасы жасақталған. Сол жерден бағаларын көре аласыздар. Біздің адресіміз Алматы қаласы Өжет базары 12-ші есік. Военный светтегі трициклді бортын түсіру үшін мына жағында осындай тежеуіші қарастырылған. Артқа қарай тартамыз, өзі түсіреді ақырында. Осылай түсіреді. Бәрінің бортын түсірдік. Бортын түсіргенде осындай көріністе болады. Арғы баста тұрған электр, ортадағы тұрған борт, шеткі тұрғанымыз, және самосвал. Самосвал дегенде енді жаңа өзі көтеретін деп қазақшаласақ болады. Мына жағындағы заттарды айтып кетейін. Мынау қол торымыз жаңа тартып қоясыз, ручник дейді ғой, сонысы. Мынау жаңағы бортты төмен бассаңыз көтереді, былай бассаңыз бортты түсіреді. Тепкіші де бар. Аккумулятор отырып қалған кезде мына теуіп отыруға болады. Мына торымыз, артық торымыз, аяқ торымыз.
сосын қол торымызда қарастырған мына жағында. Мына жағы қол торымыз, мынау айналары, мына жаңағы моторды тікелей осыны басып өшіре салуға болады. Мынау статор. Мына жағы статор, мынау парлары, дальний, ближний деген мына жағында алдыға тіке түсіру, жәнегі жерге қарай түсіру. Мынау бұрылыс жақтары. Оңға солға жағыз. Мынау сигнал. Кілтін ашқан кезде мына жерде скорость көрсетеді міне. Мына бортпен тұрғандікі де ұқсас, екеуінің механизмі ұқсас. Ұқсамайтын жерлеріне айырым тоқталып айтатын боламын. Мына міне оң жақ қапталы. Оң жақ қапталында не қарастырылған? Оң жақ қапталында жылдамдық тежегіш деп айтуға болады бұны. Скорость деп жазады. 5 неден тұрады ол? Жылдамдықтан тұрады. Бірге саласыз, алдыға 2, 3, 4, 5 бәрі алдыға. Артқа басасыз, скорость азаяды. Ал мынау кішкентай не деп ойлайсыздар? Бұл жаңағы артқа бассаңыз, задний бар, артқа жүреді. Алдыға бассаңыз, осылай тұрған кезде мынау алдыға ғана жүреді. Ал мына жерде қызыл, тік қайқастардан шыға алмай қалған кезде қосасыз, оның күшін көбейтеді. Ал мынау тұрған бәле не деп ойлайсыздар? Жаңа зат болған сонан бәрі торда шүртіп қойған. Мынаны алдыға қойып қоясыз. Ол кезде моторыңыз жүреді. Ал былай қойып тастасаңыз, мынау скоросттан алып тастайды. Мына бортты көтеруге арналған нұсқа бұл. Мындай режимде тұратын болса, бетке сап қойсаңыз да, бірге сап қойсаңыз да, мотоцикл орнынан қозғалмайды. Мына борттың моторы қосылады. Бортты көтеруге арналған. Доңғалақтың размерлері жаңа айттық. Сигнал мына жерде орналастырылған. Самосвалдың ұқсамайтыны борт сәл бортпен тұрғанда қарағанда кішілеу болады. Бірақ артықшылығы жаңа өзі көтереді, 1 тоннаға дейін көтереді. Бортта мынауда 1 тоннаға дейін көтереді. И міне жерде жаңағы бортты көтерген кезде мына осылай қарай ашылады. Мына жерін жабдықтау ұқсамайды екеуінің. Артқы фар мындай, артқы көрініс осындай. Мотор 200 күп, цилиндрінде ойып жазылған. Мына жағынан көруге болады оны. Осы мотор өте ұнады. Jinlung деген марка. Мына жерде қытайшасында Longjin деп тұр. Мына жерде танымайтын жасаған. Janyong деп жазған бар сондай. Екі түрлі неғылған, бірақ Longjin деген мотор өте жақсы мотор. Мына жерде міне карданның моторшығы 330 деп тұр. 330 күп деуге болады.
Ал енді көк трицикл бортпен бұл. Тура жаңағымен ұқсас механизм. Доңғалақтардың размерлері де ұқсас. 512. Алдыңғы тормоз барабан, артқы тормозда барабан. Бұда бір артықшылық, мына жерде жабылып салатын қол жишасы бар. Ал анада қарастырылмаған. Бұның борты үлкен. Моторы бәрі ұқсас, 2 жүгіп. Жаңағы екеуінің ұқсамайтын жер борттан міне тікелей осындай сырттан айланған рама тікелей анаған жабдықталған. Мына жерде екі бөлек орналасқан. Өйткені жаңағы қолын тасып басқан кезде мынау артқа қарай өзі ашылады. Борттың биіктігі бәрі ұқсас. Бензинмен іздесеңіз бізде бензинмен бар. Электрмен іздесеңіз электрмен бар. Электрлерді таныстырып кетейін. Мына жерде мындай несі бар. Жаңағы тез жүруге және ақырын жүруге арналған нұсқасы бар. Сосын кейін ондай режим мына жерде де қарастырылған. Былай бассаңыз, тез, орташа, жоғары дегені бар. Фарлар мына жерде. Артқа қарай бассаңыз артқа чегінеді, алдыға қарай бассаңыз алдыға жүреді. Дыбыс ештеңе болмайды бұда. Читок, электронный читок. Электронный читок. Аяқ тормоз мына жерде. Сосын орындықтың астында мындай багаж бар. Тормоздардың бәрі барабан тормоз. Алдыңғы тормоз болмайды бұда. Тек қана артқы тормоз. 2 доңғалақта артқы тормоз бар. Сосын кейін шегінгенде ескертетін сигнал бар мына жерде. Ана астында көрген боласыздар. Мында тұр. Моторчигі кардан болады оларда. Артқы доңғалаққа орналастырған мотор. Бәрі артпен тартады. Алды болмайды оларда. Алды арты тартатындарда болмайды оларда. Бұның енді алдыңғы амортизаторы бензин трициклдерге қарағанда сәнді жасалыпты. Үлкендіктері ұқсас дейміз. Үлкендері ұқсас. Неге табам кетіп барады трицикілдеріміз. Ал жазыңыздар, хабарласыңыздар. Барлық артықшылықтарды айттым деп ойлаймын. Кем-кетік жерлері болса айтасыздар, сұрайсыздар, комменттерде барлығына жауап беремін. Екеуінің моторының артықшы 2 жүгіп, мынада 5 аккумулятор, бұныкі 1600 компьютерінің несі. 500 килограмма дейін жүк көтереді, ал мыналар 1 тоннаға дейін көтереді. Мотор дірілдетпей тұру үшін пружиналары бар мотордың астында. Екеуінің артықшылығы бір. Жаңа көтеретіні ұқсамайды, сосын кейін борттың ұзындығы ұқсамайды. Мына бортпен тұрған сәл аспашасы үлкен болады, біраз кішкентай, кішірек болады, аз ғана парк. Хабарласыңыздар, жазыңыздар, бұл Мото Қазақстан Инста парақшасы және YouTube, TikTok'та да Мото Қазақстан деген аккаунтпен жүреміз.
Одан кейін бізде хит болып тұрған мотоциклдердің бірі мына GG6 деген. Өте әдемі түспен. Осы екеуі егіз сияқты. Өзіме осы түс қатты ұнайды дейді. Мотоцикл керек болса тағы жазасыздар. Әдемі бағада документпен бұл. Осы 234 пизет және мотоқазақстан деген терсеңіздер барлық ақпарат көре аласыздар. Кез келген жерге, Google-ге, интернетте, кез келген жерге теріңіздер осыны. Барлық ақпарат сіздер үшін сайрақта. Міне автозауытта істей береді бұған. Міне автозауыттен от алып тұр. Бұлай басамыз өшеді, бұлай басамыз құлыпталады. Ұры қардан да неғылға болады, сақтануға болады. Дауысы да өте қатты әдемі шығады. Ал жазыңыздар.